Мопедпен қыста жүру жайлы Макет Амыр, Ер Нұржан өздерінің ойларымен бөлісті. Бұл даже подкаст емес, басқа форматта болады енді. Бұл форматты қалай айтуға болады? Телеграм формат дейміз ба, телеграм группа форматында. Балдар айтады, брат, бізде бала-шаға бар, күнде жұмыс істейміз, бонустарға ұрып жүруге уақыт жоқ дейді. Мен оны түсінемін. Доставка жасын, түнде келесің, уже шаршайсың, уже уақыт та болмайды, желание да болмайды, ештеңе түсіруге, айтуға, оларды да түсініп отырмын. И мен телеграмда группа ашып, сол жақта қыста істеп жатқан істеген балдар өздерінің ақыл ойларымен бөліседі, лайфхактарымен. И олар соны жіберді. Қазір мен осы видеоға соның бәрін қосамын, көрсеңіз болады. Бұл жерде ол балдар чисто от себя көмектесіп жатыр да. Пожалуйста, комментарийда андай хейт, андай негатив жазбасаңдар, потому что и так олар өздерінің уақытын бөліп жатыр, айтпаса да болатын еді да, өздерінің кеңестерін нелер. Просто то, что мен олардан сөйтіп попросил, сол менің өтінішім болған. Давай, брат, саған соның бәрін айтып берейік, оқырмандарға жеткіз деді да. И сол үшін оларға одан бір тиын қалмайды да, разница жоқ ше, просто от себя олар көмектесіп жатыр. Сол видеоларды саламын. Егер де оларды қалада кездесіп қалсаңдар, там светофорда или бір мекемелерде, просто рахмет, брат, от души сенің айтқан кеңесің осы, вот сонымен жүрмін, есімде сақтадым деп айтсаңдар, олар сәл қуанып қалады да. Ол бұл видеомен аяқталмайды, бұл подкаст. Тағы да осындай ақпарат жиналған соң сала беремін видеоларды. Кім мысалы қыста істеген или істеп жүр, бірақ андай қыста 1-2 күн шыққан емес, прям шынымен де қыс бойы істеп шыққан балдар болса, 2-3 ай подряд тұрған, солар маған жазса телеграмға, мен сол группаға қосам, ол жақта Макет Амыр, бізде Нұржан, именно мықты қыста істеген көрерлер бар, істеп жатқан, сол жаққа қосам. И тағы да ақпарат жиналып жатса, осы тиктокқа салам. Қазір Макет Амыр мен Ер Нұржанның сол өздерінің ойларын қазір бәрін қосам. Крышка жайлы, киім жайлы, китайский япошка мопедтер жайлы қазір болады. Ассалаумағалейкум, тамырлы, қандайсыңдар, амансыңдар ма? Короче, мынандай нәрседе япошка Қытай дегенде япошканың орны бөлек бір ана ше. Қыстың күні бір тепсең де оталады, бір қусаң да оталады. Ал Қытайда солай, ал бір ағынан сәл нето болып, андай қуыс жағынан сәл нашарлайды бір қытайский мопедше, ол мен біліп келіп жатырмын да. Былайынан енді қалай айтсам болады, енді мотор жағына келетін болсаң, қыздырмай айдап сәл андай қылатын болсаң, қытайский мопед сәл негізі слабилық қылады екен, мен өзім байқағанымша. Бірақ ләж барынша қыздырып, тәкәнзі қыздырып ше, бір 20 минут болсын онда қыздырып айдаған негізді пайдалы ғой, негізі любой моторға ше. Қытайға сол нәрсе жағымды екен да, 20 минут қыздырып тұрып барып айдаған ше. Ана группаны ашқан дұрыс болды. Подкаст міне ғона Ярик осына. Осы группаға жіберіп отырамыз, чоп почем сұрақтар ашты, көрермендердің сұрақты, сенің көрермендердің сұрақтарына. Просто подкастта уақыт кетеді, радио үшін жұмыс істейтін уақыт қой просто. Дөңгелек сосын, дөңгелек қазір. Мынандай дөңгелек болмайды. Все сезонка деген дөңгелек бар, үйде оны кешке жақын жіберем, көрсетем қандай дөңгелек екен. Анандай чипованный, мипованный, темір салынған, мемір салынған, болт салынған деген оның бәрін өлесіңдер онымен. Ең дұрысы все сезонка оны. Былтыр қыс бойы айдап шықтым ғой. Ассалаумағалейкум. Ол қысқа қандай экипировка болады, анау мынау дегенге ол. Әркімнің денсаулығы әрқалай ғой. Біреудің сүйегі ауыр болады, біреуінікі жеңіл болады. Суық қалай өтеді, солай байланысты. Жел өтпесе болыптан үйге келесің, миновазин деген андай капельницаны. Соны суық деген жерлерге полныйна жарып тастайсың, болды, суық жарып тастайды сразу. Қақсаған сондайына. Болмаса қойдың майын жағасында. Сол ал қыстан негізі ең дұрыс ана Колумбия дегенде негізі дұрыс емес. Олардан один өтеді. Ең дұрыс ватник қой, бушлак үстасымен киіп алсаңдар зор ғой. Мұны мына жерден тайған ағасың, мына жерде құлақ боғаздағасың, что там.